30 градус Цельсий, плюс 10 градус Цельсий деген, яғни біздерде ауа райы. Жаз айында ыстық болады және ыстық болады және күн қатты шығады. Күз айында жаңбырлы болады. Салдары қар жауады, жеміс өседі, жапырақ сарады. Так, белгілеп отырсыздар. Енді галерея саяхат мінекей сіздерге мына жерде сіздер астына жазасыздар. Мынау қандай көріс, мынау қандай көріс. Әр үнемнің атауы бар. Жақсы ма? Так, белгілеймін. Астына жазыңыздар. Ал. 4-5 сұрақ, яғни 2 балл, 2-3 сұраққа жауап берген 1 балл, 0-ден 1, яғни 0 деген бағасы. Бәріңізде қанша шықты? Қане, Жантүре? Var mı bizde? Azret, kız mezgil turalım. Күн суық болады. Қазір суық па? Минус қанша көрсетіп тұрды? Өзіміздің жеріміздегі аймағымызды, яғни Шолданның аймағының климатын, ауа райын бақылап келесіздер. Жақсы ма? Жансыз табиғат, мен жанды табиғат, ақбоз жанды табиғат, қарындас жансыз табиғат денелері. Қараңыздаршы, төменгі бөлікте кер байланысты, яғни рефлексия, жасыл, сары, қызыл түс. Басқаша бастап тұр, иә? Енді жасыл түс, жақсы түсіндім, сары, орташа түсіндім. Екіншісі жел, үшіншісі боран, төртіншісі қырау, бесіншісі ол, үшіншісі жер сілкінісі және жетіншісі тұман. Жантүре, дайынсыздар ма, Жантүре? Келесі атсалысыңыздар сіздерде. Қойшының аяғынан дейді, дұрыс айтасыздар, аға. Қарындаш, қасқыр, қоңыз, ғимарат. Осы жерде қайсы жанды табиғат, қайсы жансыз табиғат? Ол жерде плюс минус қояды, өздеріңіз атап берсеңіздер. Мынаны қане? Негіз басылар. Осы ұяшыққа сіздер толтыру керексіздер. Мына суретке қарап отырып, өзің білесіз. Ал тез-тез, 1, 2 мен береді. Жеспе тобы.